один коллеги. Микрофондарыңызды өшіріп тастасаңыздар, кейбір дауыстар естіліп жатыр артық. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды осы оқу жылында осындай қиын кезеңде жалпы талмай еңбек етулеріңізге, оның алдағы уақытта әлі жемісін беретінін және сіздерге жақсы тәжірибе болатынына сенімдімін. Барлықтарымыз қазір осы қашықтық форматында жұмыс жасап келе жатырмыз. Қашықтық форматы жалпы бізде өте ауқымды және қиын форматтардың бірі болып табылады. Енді сіздерге осы қашықтық форматында біршама қазіргі семинарымызды тиімді өткізу үшін қысқаша шолулар айтып өтсем, қарсы болмасаңыздар, жалпы біз барлық осы семинарымыздың барысында теориялық және практикалық бөлімдерді өткізетін боламыз. Қазіргі таңда сіздер микрофондарыңызды қолданбасаңыздар, өшіріп қойсаңыздар, яғни біздің жұмысымызда біршама кедергі туындап қалуы мүмкін. Және бізде арасында чат бөлімінде қарап отыратын боламыз. Сіздерде туындаған сұрақтар болса, біздің практикалық бөлімде біршама сіздердің пікірлеріңіз керек болатын болса, қол көтеріп немесе өз микрофондарыңызды қосып, біртіндеп қана ойларыңызды бөлісіп отыратын болсаңыздар, жақсы нәтижелі жұмыс болады деген ойдамын. Барлықтарыңыз қазір кіріп жатсыздар, осы жерде мектептеріңізді көрсетіп жатсыздар, аты жөндеріңізді көрсетіп жатсыздар. Біз жұмыс барысының осы жұмысымыздың соңғы жағында сіздерге Google Form сілтемесін жіберетін боламыз. Сол жерде де көрсетіп өтсеңіздер, сіз аты жөніңіз кім, қай мектептенсіз, мамандығыңыз психолог па, әлде мектеп мұғалімі ме? Сондықтан ол жерде де көрсететін боласыздар. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет. Енді біз жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызда жалпы қашықтықтан оқыту кезінде баланың психоэмоционалдық күйін қолдау тақырыбы болып табылады. Барлықтарымызға да қажетті және ең негізгі маңызды тақырыптың бірі болып табылады. Жалпы жадыра, сіздермен жұмыс жасайтын менің есімім Айтбай Талғат Темірханұлы, Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог-психолог маманымын, және менің әріптесім Қонысбаева Жадыра Қайыржанқызы. Бүгінгі тақырып жайында сіздерге осы екеуміз қатар жүргізетін боламыз, сондықтан барлықтарыңызға сәттілік. Жадыра. Рахмет. Сәлеметсіздер ме тағы да құрметті әріптестер. Бүгінгі тақырыбымызды жаңа менің әріптесім толықтай түсіндіріп өтті деп ойлаймын. Тақырыпқа кіріспес бұрын барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы, керемет. Бүгінгі жалпы тақырыбымызда бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. Сол себепті сапалы білім беру бұл Қазақстанның инновациялық дамуының негізіне айналып тұр. Яғни қашықтықтан оқыту нарықтық заманда уақытты үнемдеуге, ақпаратты алмасудың шексіз мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге алып келеді. Енді осы жерде қазіргі кездегі пандемияға байланысты үздіксіз білім алудың негізі болып отырған осы қашықтықтан оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа формасының бірі десек те қателеспейміз. Яғни бұл жерде көріп отырсыздар, қашықтықтан оқыту дегеніміз мұғалім мен оқушы арасында қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы. Яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. Қашықтан оқыту мектептерде республика, облыс, қала және мектеп кеңістігінде кең қолданыс табуда. Мектеп көлемінде айтатын болсақ, бірнеше интернет платформасында оқытып жатыр. Соның ішінде біздің мектеп Назарбаев зияткерлік мектебі Teams интернет платформасында оқытуда. Жақсы, келесі слайдқа көшсек. Оқытудың жалпы аталмыш жүйесі білім беру саласын түбегейлі өзгертті. Соған қарамастан қашықтықтан оқытудың бірнеше өзіндік артықшылықтары бар. Яғни біз артықшылықтары мен кемшіліктерін білеміз. Осы жерде артықшылықтарына тоқталып кетсек. Бірінші, осы слайдта өздеріңіз көріп отырғандай,
Заман талабына сай ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар мен құралдар. Яғни бұл жерде ақтыны қолдану арқылы. Дәлірек айтатын болсақ, электронды оқулық және бейнефильмдер, басқа да электрондық басылымдарды пайдалану арқылы. Екіншісі артықшылығы қашықтықтан оқытудың бұл интерактивті әрекеттесу формалары. Интерактивті әрекеттесу дегеніміз, яғни мұғалім мен оқушылар арасындағы синхронды. Мысалға, чат, скайп және асинхронды деп бөлетін болсақ, бұл жерде пошта форма арқылы әрекеттесуге мүмкіндік болып отыр. Үшіншісі сапалы білім алу. Соңғы әлемде болып жатқан өзгерістерге қарамастан, қашықтан оқыту арқылы оқушылар барынша білім алып жатыр. Яғни үздіксіз білім беру принциптері ойдағыдай іске асырылып отыр. Оқу үрдісін қашықтан оқыту шеңберінде жүргізу арқылы сабақ өткізу сонымен қатар уақытты үнемдеуге алып келіп отыр. Яғни оқушылар ешқайда бармай, үйде интернет желісі арқылы кіріп, уақытын үнемдеп, сабаққа қатысып, білімдерін шыңдап отыр. Тағы бір айта кететініміз, оқушылардың қашықтықтан оқыту кезінде өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамытуы ең басты назарда болып отыр. Жақсы, рахмет. Жалпы қашықтан оқытуға көшу ата-аналар үшін ғана емес, мұғалімдер үшін де жаңа бір технология болып келді. Қашықтан оқуға кешіккен кезде өзіміз көкірегімізде қандай да бір үрей болды, сауал болды өзіміздің ойымызда. Бұл қалай болады екен, қалай іске асады екен деген сияқты. Оған қарамастан әлемнің 870 миллионнан астам оқушысы осы форматқа көшті. Яғни заман талабына сай пандемияға байланысты осындай қашықтан оқуға көшуге мәжбүр болдық. Енді сіздермен осы кезде диалог алаңында кішкене ой елегімізден өткізіп, ой елегімізді ортаға салып, қашықтан оқыту кезінде бізде болған қиындықтарды осы диалогтық алаңда талқыласақ. Құрметті әріптестер, барлығымыз да енді қашықтық форматында жұмыс жүргізіп келе жатырмыз. Жалпы қашықтықтан оқыту кезінде сіздерде қандай қиындықтар кездесті? Ашық микрофон қолдана аласыздар, және де сіздер чат бөлімінде жауап бере берсеңіздер болады. Өз ойларыңыз, пікірлеріңіз. Қашықтықтан оқыту кезінде қандай қиындықтар кездесті сіздерде? Қысылмаңыздар, әріптестер. Яғни қашықтықтан оқытуға біз өткен оқу жылының 4-ші тоқсаны, сол уақыттан бастап біз осы форматта келе жатырмыз қазір. Құрметті әріптестер, белсенді болайық. Барлығымыз да осы бағытта жұмыс жасап келе жатырмыз, және біршама біразыңызды танимыз, және сіздер бізді танисыздар. Өзара белсенді жұмыс жасап келдік. Сондықтан еш қысылмастан, мүдірместен қатысуларыңызды сұраймын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыз, Нұргүл. Мен есімім Нұргүл Асқарова болады. Жаңақорған кенті нөмірі 169-шы Низамеддин Ильдинов атындағы мектептің 5-ші орыс сыныбының сынып жетекшісі боламын. Біздегі қиындық, 5-ші сыныпты білесіздер, осы сентябрьде алдық. Біз оларды танымаймыз, олар бізді танымайды. Осындай жағдайда балалармен жұмыс жасау өте қиындық тудырып жатыр. 6-шы, 7-ші сыныптарға оңай шығар, енді бір жыл болса да баланы біледі, психологиялық жағдайын біледі, оған қандай қарым-қатынаста болу керек екенін біледі. Енді осы жағы қиын болып тұр. Видеомен жұмыс жасаймыз баламен мүмкіндігінше. Бірақ ол видеода олар үшін жаңалық қой. Сондықтан да өте қысылып отырады. Видеода отырған кезде бала қысылып отырады. Сондықтан да осы жағынан бүкіл техникалық мүмкіндік жасалған менде, баламен бетпе-бет отырып жұмыс істегендей бола алмайсың. Осы жағынан кішкене қиындық болып тұр. Сабақ жағынан келсек, енді ол сабақ жағынан түсінікті қандай қиындықтар бар екенін. Жақсы. Мен мына жерде чаттан да қысқаша оқып өтсем. Раушан, психолог, саламатсыздар ма? Өзіміздің қашықтан психологиялық қызметті ұйымдастыруға дайын емес екенімізді білдік. Яғни онлайн, электронды диагностика, профилактика, тағы басқалар дейді.
Дұрыс айтасыздар. Біздің де бізді де сынап жатыр, яғни біздің де қабілетімізді, біздің де күш-жігерімізді, осы бағыттағы жасайтын қызметімізді бағалап, оны сынап жатыр. Дұрыс айтасыз. Тағы да пікірлеріңіз. Баян? Кешіріңіздер, микрофонды. Микрофонды өшіріп қойыңыздар, құрметті әріптестер, кедергі келтіріп жатыр. Жақсы, ой пікірлеріңізді тағы білдіретін әріптестеріңіз бар ма? Еркін қысылмай ортаға сала беріңіздер. Темірханұлы, саламатсыз ба? Саламатсыз, Бақытлы. Сегізінші мектеп интернат, Бақыт апайым, өзің танып отқан шығарсың. Иә. Көңіл күйлерің жақсы ма? Сәттілік. Талғат Темірханұлы, биыл маған осы өзімнің интернатымның оқушыларымен тест алынбай қалды. Сол жақ қашықтықтан оқыту. Осы тест алынбай қалғасы маған шамалы кедергі болды. Сосын кері байланыс жақтан кедергілер кездесті. Сол жақтан егер де қазір айтып кетсеңіз жақсы болар еді, маған да кеңес беріңіздерші. Иә, қашықтан оқыту кезіндегі осындай қиындық. Дұрыс айтасыз. Бізде диагностикалық құралдар, қазақ тіліндегі диагностикалық құралдар біршама аз болып тұр. Өте аз десек, жоқтың қасы десек те болады, дұрыс айтасыз. Электрондық нұсқалар өте аз, және оның сапасы да айтарлықтай жақсы емес. Жақсы, тағы сіздің пікіріңізге қосылып, енді тағы психологиялық қызметтің 5 бағытын қашықтықтан қалай тиімді ұйымдастыру жөнінде вебинарлар ұйымдастыру қажет дейді. Раушан ханым, Лаура ханым айтады, әрине қиын, мектепте оқығанға жетпейді дейді. Баян ханым, енді ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас жақсы болды деп ойлаймын. Жұмыс басты ата-аналар балаларға көңіл күй бөле бастады дейді. Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Енді шама пікірлеріңізді тыңдадық. Енді тағы келесі бір сұрақ сіздерге. Қашықтықтан оқыту кезінде оқушыларда стресстік жағдайлар болды ма? Талғат Темірханұлы, тағы да мен бақылбай. Иә, Бақыт. Стресстік жағдайлар болғанда, менің өзімнің оқушыларым негізі мен телефонымды біледі, өзіңіз білесіз, 6-шы плакатта ілініп тұрған. Сол арқылы маған шыққан оқушылар көп болды. Енді сіз білесіз ғой, енді былай шыққанмен бәрі үйден қашықтан оқылғасын біз ешқайда шыға алмадық балалармен. Мен өзім білгенімді, бар білгеніммен кеңес беріп отырдым. Алдында маған қиындық тудырды, менде қиындық болды. 3-4 оқушыдан кейін шамал болса да, мынау Баянова Жұмакүл бізде бар, БМФД-шідағы өзіміздің соқты координатор. Соның кеңесі, солардың маған берген видеороликтерімен ата-аналарға шамал болса да, оқушыларға маған шамал көмек болды. Ықпал етуге көмектесті, иә? Иә, сол жерде көмектесті, біраз көмектесті. Сосын аржағым өзімнің қабілетімен мен балаларыма сондай кеңес. Ол стресс деген қазір мен сізге айтайын, үйінде жанжал болып жатқан кезде сіз білесіз ғой, онлайн мен әке-шешелері де сондай жаңағы қарым-қатынаста бір ешқайда шықпағаннан кейін барлық ата-аналар бір-бірімен жаңағы ұрысып қалып жүрді да енді. Кикілжіңдер туындайды отбасы ішіндегі, иә? Сол кезде маған кәдімгі өзімнің үйреніп кеткен оқушыларым ғой, енді тренингте көрген дегенде, маған түнімен түнгі 12 демейді, 1 де болмайды, маған звондап, мен ашып қойып тұрдым телефонымды. Ол сол кезде стресс алдым, ай не болып қалыпты дегенде, сол жаймен болса да мен сол оқушыларға ана басқа бөлмеңе бар деп кеңес беріп, сондай қиыншылықтан өткеннен кейін өзімде стресс алдым. Шын қиын, мен бір жана ойладым, мен дұрыс беріп атыма, дұрыс беріп атыма, өзімнің жаңағы, мен опыт дейді ғой енді, опыт.
оқушыны танығасын, мен сол қиыншылықта шамалы шықтым. Но менің оқушыларым жаймен болса да стресс алды. Сосын мен екінші сессияға шақырдым, екінші рет сіз маған шығыңызшы деп ше. Екінші рет, үшінші шыққаннан кейін менің телефоным WhatsApp-та өзімде кіргізіп қойдым. Сол шамалы мен кеңесті WhatsApp арқылы өзім жасап отырдым. Ал ВОП, дәрігерлері, психиатр деген олар шыққанмен балдар енді барамайды ғой. Қанша не оған ата-аналардың. Сол жерде шамалы қиыншылық тудырды маған. Яғни басқа ортамен, басқа мамандармен байланыс. Я. Вот сол жерде сол кісілердің егерде менде телефоны болғанда, солармен мен түнде хабарласып едім. Олардың телефоны түнімен ашық болмайды. Ол мезгілсіз уақыт болғасын мен шыға алмадым. Ал жаңағы аноним дейміз ғой, сіз білесіз ғой. Иә. Мен анонимге звондайын десем, сосын ар жағынан ойладым, мен не психолог не ақтап отырмын, не көмектеспейін дедім. Өзім сол баланы алып шығуға тырыстым. Сізге жаңағыда тағы да айтам, өзім стрессте болдым, стресс алдым мен. Дұрыс айтасыз, иә. Мен маман емес ғой, білесіз ғой, мен мектеп психологым. Иә, біріншіден бізде жалпы қашықтықтан жұмыс жасағаннан кейін адам жанымызда болмағаннан кейін оған тікелей әсер етуге ең алғашқы біздің бірінші кезеңдерде қатты үлкен стрессте болдық. Дұрыс айтасыз, өзімізде не істерімізді білмедік, әрі қарай қалай бағыттарымызды білмей қалдық. Эмоциясын көре алмай қалдым да бет-әлпетін. Тек қана дауысын естимін да сол жерде, түсініп жатсыз ғой мені? Иә, түсініп жатырмын. Енді мен ойлап тұрмын да, қазір енді ертеңде қазір онлайн ғой, шамалы егерде ВОП емес, енді детский психиатрлар егерде ренжімесе деген ғой енді. Сондай жаңағы кеңес беретін телефон болса маған тіпті жақсы болатын еді, көмектесіп жіберіңіз сол жағынан. Рахмет. Так, бізде тағы бірнеше кісі пікірлерін айтқысы келіп еді. Рахмет. Бізде қол көтерген бізде Лаура, е? Ақтбек Лаура. Абитова Лаура. Пікірлеріңізді білдіре беріңіздер, қысылмаңыздар. Жалпы қашықтықтан оқыту кезінде оқушыларда стресстік жағдайлар болды ма? Қандай стресстік жағдайлар туындады деп ойлайсыздар? Саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, Лаура. Әрине, қашықтықтан оқыған кезде оқушыларда стресстік жағдайлар болды. Кеше біз малокомплектный мектеппіз да, Талдаралдың мектебіміз біз. Оқушыларымыз сабаққа шықты. Сол кезде оқушыларда көптеген енді эмоция жиналып қалған, стресс, желі бері қарадық қой сөзін шынында дегенде. Осы бір ай бойы оқушылармен алысып. Сонда қараңыздар, қанша дегенмен күнде көрісіп, білісіп, сөйлескенге жетпейді екен бәрібір. Қашықтықтан енді WhatsApp-пен немен айтасың ғой, өйтпейді деп, бірақ қасында болып, оның эмоциясын көріп, жаңағы қанша дегенмен басынан сипайсың, бала ғой енді, алданады, жақсы жағым сөздер айтасың, көз қарасын көресің. В общем, адам сол кездегі моментінен стресстен шығарып жібересің да, ол айналып келіп, значит, осы уақытқа дейін өзін сол уақытқа дейін ұстаған ғой, сонда эмоциясын шек көрдіңіз бе? Қанша уақыт бойы. Рахмет пікіріңізге. Лаура апай, енді бізде біразымызда осындай бас қосулар аз шығар, сондықтан ішімізде біраз ой пікірлер қалып қойды деген ойларыңыз бар. Әлде де айтатын ойлар пікірлеріңіз болады, оны біз тағы да қосып отырамыз. Рахмет пікіріңізге. Жалпы енді келесі сұрақ, жалпы осы биылғы оқу жылы, жаңа айтып отырсыз, стресс болды бізде деп, иә? Биылғы оқу жылы қашықтықтан оқытуға қатысты сіздің өзіңіздің жеке қобалжу деңгейіңізді бағалай өтсеңіз. 0. Менде қобалжу жоқ, 10 менде қобалжу бар. Өте жоғары. Яғни ол белгілерді сіздер чатқа қойып өтсеңіздер. 0-ден 10-ға дейін бағалай өтсеңіздер. Кім қаншалықты қобалжу деңгейі бар екен? Биылғы оқу жылы чатқа жазып өтсеңіздер. Биылғы оқу жылы қашықтықтан оқытуға қатысты қобалжу деңгейіңіз 8 бар, 6, 5, 6,
8, 3 өте жақсы. 7, 5, 8, охо, жақсы. Жақсы, керемет көрсеткіштер. Пікірлеріңізге рахмет. Біршама біразымызда сәл болса да қобалжу орта деңгейде және орта деңгейден сәл жоғарылап тұр екен, иә? Иә, дұрыс айтасыздар. Біз іс-шарамызды, жасайтын жұмыстарымызды кеңес беруіміз бар. Біздің профилактикалық бөлімдеріміз бар. Барлық жұмыстарымыз енді жаңа формат болғаннан кейін біршама не істерімізді білмей қалатын кездер болады. 6, 7, 8 қобалжу бар дейді. Иә, барлықтарымызда қобалжу бар. Барлықтарымызда стресстік жағдай туындайды. Дұрыс айтасыздар. Ал енді осы стресстік жағдайда, стресстік жағдайдан шығуда, біз жалпы жұмысымыз ең бірінші балаға көмек көрсету. Балаға көмек көрсетуге қазір ең тиімді тәсілдердің бірі сіздерге осы жаңағы сіздер айтқан қиындықтарды ескере отырып біз ұсынымдар әзірледік. Қазір бірнеше ұсынымдар бар. Соларды қосымша тыңдап өтсеңіздер. Және оның бірнеше практикалық бөлімдеріне қатыссаңыздар. Бұл жерде енді мен айтқым келіп тұрғаны жаңағы барлық оқушыдағы қиындықтар, стресстер, барлық эмоционалдық күйлеріне біз әсер етуіміз үшін біз қандай ықпал ұйымдастыруымыз керек оларға. Ең бірінші айтып өтетін бала үйде. Бала біздің көз алдымызда емес, сондықтан бала үйде. Балаға ең алғаш ықпал жасайтын тұлға ол ата-ана болып табылады. Ата-ана болып табылады. Сондықтан біздің ең бірінші алғашқы қадамымыз ата-аналарға бағытталған жұмыс деп айтсақ та болады. Жадыра апай? Рахмет Талғат ағай. Иә, жаңа бірнеше әріптесіміздің осы қашықтықтан оқыту кезінде тап болған қиындықтарын, жаңағыдай кездескен қиындықтардың бәрін естідік, тыңдадық. Әрине, мектеп партасында отырып емес, үйде отырып, тақтаға емес, қазір компьютерге үңіліп отырған жағдайда осындай сабақтан тыс ақпараттарға ой бөлінеді баланың. Бұл жерде айтып кету керек, баланың біз эмоциясын жаңа айтып кеттіңіздер өздеріңізде толық көре алмаймыз. Бізде қиындық тудырғаны балаларды танымаймыз дедіңіздер. Бұл жерде тек қана атын ғана біліп, қарым-қатынасқа түсіп, сол арқылы ғана біліп отырсыздар. Яғни тығыз қарым-қатынас орнату арқылы сіздер оның толықтай эмоциясын білмейсіздер. Сондықтан да сіздерге жаңа Талғат ағай да айтып кетті, ең басты қашықтан оқыту кезінде бізге бірден бір себепкер, қолдаушы, баламен қарым-қатынасқа тығыз түсетін, баланы қолдайтын бұл ата-ана деді. Бұл қашықтықтан оқыту тек қана мұғалім, оқушы үшін ғана жаңа дүние болған жоқ, бұл ата-ана үшін де дүние болды. Сол себептен ең басты ата-ана сізден нені күтеді? Ата-ана баласы үшін барлығын жасайды. Біз де ата-анамыз, біз де баламыз үшін бәрін жасаймыз. Бірақ оларға қиын. Себебі бұл ата-ана үшін жаңалық, жаңа дүние. Сол себептен ата-ана сіздердің тараптарыңыздан ең басты талап күтетіні ол қолдау. Сіздер тарапыңыздан жылы сөз, жылы лебіз болса да, ата-ананы сіздердің қолдауыңызды күтеді. Балаға екіншісі әрдайым қамқор және қолдайтыныңызды үнемі сезінгісі келеді. Яғни ата-ана тек қана оны байланыста болып, жаңағыдай тапсырмаларды беріп қана емес, ол сезінген кезде ғана жаңағыдай баласына деген қамқорлықты сезінген кезде, қолдайтыныңызды сезінген кезде ғана оның да жаны тыныш болады. Үшіншісі, баласының жағдайы жақсы екеніне ата-ана сенімді болғысы келеді. Әрине, кез келген ата-ана болғандықтан сіздер де өздеріңіз тек қана өзіңіздің жұмысыңыз емес, сонымен қатар үйде бала тәрбиелеп, бала оқытып отырсыздар. Балаңыздың жағдайы жақсы екеніне сіз өзіңіз көзіңізбен көріп емес, оның мектептегі сынып жетекшісі, болмаса пән мұғалімі тарапынан жақсы екенін естіген кезде сіз өзіңіз сенімді боласыз. Қанша дегенмен маман болсаңыз да, бірақ онымен жұмыс жасайтын мамандардың тарапынан естілген жылы лебіз, жақсы сөздер, дәлелдердің барлығы сіздерге сенімділік ұялатады. Және тағы бір айтып кететініміз, сізден нақты ұсыныстар күтеді.
Яғни сіздердің тараптарыңыздан нақты ұсыныс бағыт бағдар болған кезде ата-ана ол да өзінің жаңағыдай себебін тигізіп сізбен бірге тығыз жұмыс жасауға, балаға қолдап көмектесуге әрдайым ашық және қолдауыңызға әрдайым ашық болады. Тағы бір айта кететін жайт, ата-ана мен сіздердің араңыздағы жіберілетін басты қателіктер, ең бастысы бұл сіздердің тарапыңыздан балаға өте жұмсақсыз. Сіз балаға тым қатты күш көрсетесіз сипатындағы бағалау сөздер. Яғни біз ешқашан ата-ананың беріп отырған тәрбиесіне, оның үйдегі талаптарына өзімізше баға беруімізге болмайды. Бұл ең басты жіберілетін біздің қателігіміз. Екінші тағы бір жіберілетін қателігімізді атап өткім келіп отыр. Бұл жерде ата-ананың баламен қарым-қатынасы арасындағы жіберілген қателіктерді іздеу. Яғни, мысалға бір ата-анамен жеке кеңес беріп отырған кезде сынып жетекшілері болмаса пән мұғалімдер тарапынан мынандай қателіктер болады. Мүмкін сіз мына жерде балаңызға дұрыс айтпаған шығарсыз. Сіз балаңызға слишком қатты былай сөйледіңіз деген сияқты, мінекей осындай қателіктерді іздеу, ата-анаға кінә арту, осы ең басты біздің қателігіміз болып табылады. Осы ата-ана тарапынан бізден күтетін ең басты осындай қолдауларымыз. Жақсы. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жалпы оқушыға, енді біз жаңа айтып өткендей, ата-аналарымызға ең бірінші біз ықпал етуге тырысамыз. Сондықтан біздің осы биылғы оқу жылында тамыз кеңесінде негізгі көтерілген мәселелер бұл республикалық Назарбаев зияткерлік мектептерінің тамыз кеңесінде қозғалған тақырыптар бұл ата-анаға бағытталған жұмыс болып табылды. Яғни біздің барлық күш-жігеріміз, біздің барлық білімдеріміз, оларды дамыту үшін, оларға көмек көрсету үшін, оларға қолдау көрсету үшін. Яғни ата-аналар бізде баланың қасындағы ең жақын адамы болып табылады. Сондықтан оларды біз дамытуға тырысуымыз керек. Мына сіздердің алдарыңызға енді біз жадынама ұсынып отырмыз. Бұл жадынаманы қосымша тағы сіздерге беретін боламыз. Жалпы жадынама, құрметті әріптестер, енді бұл біздің Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымдарының психолог мамандары, яғни бізде 20 мектеп, 21 мектеп, соның барлығымыз әзірлеген жадынамалардың бірі, бұл бір жадынама үйде оқытуды қалай ұйымдастыру керек тақырыбында. Яғни жадынаманы сіздер ата-аналарға ұсынуларыңызға болады. Сіздер де осы жадынамамен танысуға мүмкіндік аласыздар. Жалпы сіздерге бір ескеріп кететін жайттардың бірі осы жадынамада көрсетілгендей еңбек және демалыс режимі. Бұлардың әрқайсысына тоқталып кетейік енді. Еңбек және демалыс режимі, оны міндетті түрде сақтау керек. Ол өмірдің негізі болып табылады. Бүкіл отбасы үшін енді бұл жерде әр күнге арналған кесте жасау қажеттілігі ұсынылып отыр. Сіздер, яғни ата-аналарға ұсынған кезде осы мәліметтерді ұсынсаңыздар. Яғни күн режиміне байланысты кесте ұйымдастыру. Әр отбасы мүшесіне балаға оқу мен демалыс арасындағы уақытты бөлуге көмектесуіңіз керек. Және шығармашылық пен спортты да осы кестеге қосу керектігін ескеріп кеткен жөн. Қазіргі заманда енді ақпараттық заман деп айтамыз бұл жерде. Ақпараттық сауаттылығымызды арттыру қажет. Сіздер маман ретінде, сіздер тағы ата-ананың ақпаратты сауаттылығы дамыту бағытында ұсынымдар беріп кетіңіздер. Онлайн оқыту жалпы баланың желді болуын арттырады. Бұлай алғанда біз енді балалар бос уақытында енді бізде гаджеттер деп айтамыз ғой, енді гаджеттерді қолдануға көп жағдайда тыйым саламыз. Негізі тыйым салмау керек. Яғни біз ақпараттық сауаттылықты арттыруымыз керек. Оның ішінде балаға енді жалпы үйлесімдікті бірге табуға ұсыныс беру керек. Яғни ақпараттық құралдарды тиімді қолдануға ұсыныс беру керек және оны бірге отырып шешу керек деген сөз. Балалардың онлайн мүдделеріне назар аударыңыз. Олардың онлайн қызығушылықтарына назар аударыңыздар. Бірге талқылаулар болуы мүмкін, немесе бірге ойындар болуы мүмкін.
Осылайша біз жалпы сіздер балалардың теріс мазмұнды контенттен қорғайсыздар. Яғни олармен бірге отырып, қызығушылықтарымен бірге бөліссеңіздер, олар тиімді қолдану тәсіліне үйрене бастайды. Содан да бөлек жалпы бізде қозғалысты ұмытпауымыз керек. Физ-минутка деп айтамыз, жалпы физикалық дене қимылдарын міндетті түрде жасап тұру қажет. Оны әр үзіліс кезін алдын ала жоспарлап, сол үзіліс кезінде жасап отыру өте тиімді болып табылады. Бұл жерде тағы ұмыт кетпейтін жайт, бұл дұрыс тамақтану. Біз компьютер алдында азынан кешке дейін біздің балалар, сондықтан оларға тиімді дұрыс тамақтану, оны уақытылы тамақтану және тамақтанудың жалпы этикасы деп айтамыз ғой, соның барлығын қолдану, пайдалы өнімдерді қолдану ұсыну. Жалпы одан кейін тағы ой өрісін кеңейту. Қызықты интернет ақпараттарды баламен бірге белсенді іздеп, оны бірге бөлісіп отырғанның өзі жалпы ой өрісіңізді кеңейтесіз өзіңізде. Маман ретінде және сіздер ата-ана ретінде, ата-анаға да ұсыныс бересіздер, ата-ана да ой өрісін кеңейтуге ықпал жасау керек, еңбек ету керек. Баламен бірге отырып ой өрісін кеңейтсе, тем более жақсы. Және бірлескен әрекет, бұл жерде барлығына ортақ бір әрекеттер ойлап тауып, бірге жұмыс жасап отырса, сол кезде олар бір-біріне жақын болады. Сонымен қатар бұл жерде бірлескен әрекет, ол қарым-қатынасты нығайтады отбасында. Одан кейін бізде бір-біріне көмектесу, міндетті түрде сіздерде, бізде жалпы онлайн жұмыс жасағаннан кейін біздің өзіміз кей технологияларды біле бермейміз, сондықтан балаларымыз қазір белсенді қолданушы ретінде олардан біз кеңес алуымыз да мүмкін, және сол кеңестерге жүгінуіміз мүмкін. Сондықтан баладан көмек сұраған, ол да жақсы нәтиже, жақсы көрсеткіш, сіздерді дамытуға ұмтылатын мүмкіндік жасайтын көрсеткіштердің бірі болып табылады. Әрі қарай енді біз практикалық бөлімдерге көше бастаймыз, сондықтан сіздер қолдарыңызға қағаз, қалам қолданып отырсаңыздар, алдын ала әзірлеп қойсаңыздар, сіздерге тиімді біз практикалық техникаларды ұсынатын боламыз. Жақсы, Жадыра. Рахмет Ағатай. Күйзеліс кезінде жаңа тағы да айтып кетті, бірден бір себеп бізде жаңа қашықтықтан оқыту кезінде ата-ананың көмегі зор болады. Енді практикалық бөлімде қазір сіздермен техникаларды ұсынатын боламыз. Егер біз қысқа нұсқа айтқан жағдайда уайымдамаңыздар, сіздерге бұл техникалардың толық нұсқасын жібереміз қажет болған жағдайда. Жалпы күйзеліс кезінде психоэмоционалды күйді өзгертуге, тез өзгертуге қалай көмектесуге болады? Осы жерде экранда көріп тұрсыздар, оқушының психоэмоционалды жағдайын бақылауға және өзгертуге көмектесетін бір техника, бұл өмірлік энергия деп аталатын техника. Бұл өмірлік энергия тесті, экспресс-тесті есепті болады. Қазіргі уақыттағы өмірлік энергия мөлшерін анықтауға бағытталған. Енді қолдарыңызға қаламсап және парақшаларыңызды алсаңыздар, мынау экранда тұрған суретке қарап, сіздер өздеріңіздің қоңырауларыңызды салыңыздар, яғни сағат. Өзіңіздің сағаттарыңызды белгілеп салсаңыздар. Сізге тапсырма. Белсенді болыңыздар. Жақсы. Бір-екі минут жеткілікті деп ойлаймын. Себебі бұл уақыт көлемінде бізде айқындауға тырысуымыз керек. Бізде де сіздерге бөлінген уақытымыз шектеулі, сондықтан белсенді болыңыздар. Бұл жерде сіздерге айтып отқан осы сағат, жалпы сағатты салыңыздар. Сағат кеткен сағатты өздеріңіз салсаңыздар болады қағаз бетіне. Бұл техника, ешқандай ойланудың қажет жоқ, бәрімізде үйімізде бар, оны қолданып жүрміз, сондықтан қолдан келген нәрсені жасап көріңіздер. Болсаңыздар, плюс белгісін қойып шығыңыздар, мен салдым деп плюс белгі қойып шықсаңыздар жеткілікті. Міне мен салып болдым деп.
Жақсы, керемет, бізде бар екен әріптестеріміз аяқтаған. Жақсы, өте жақсы салып отқандарыңыз бар. Жақсы, онда қысқа нұсқа нәтижелерін тағы да түсіндіріп кетейік, иә? Иә. Жақсы, бұл жерде сіз өзіңіздің суреттеріңізді жаңағыдай сағат бейнесінде көрсеттіңіздер, иә? Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, ең алдымен сағат тілдерін салсаңыздар, бұл энергия мәселесі сіз үшін өте маңызды екенін білдіреді. Яғни, сіз бірінші кезекте циферблатқа сандарды қойған болсаңыздар, онда бұл қазіргі уақытта сіз тынышсыз, яғни мазасыз өмір сүрудесіз дегенді білдіреді. Ең алдымен сағатқа немесе тұғырын қоршасаңыз, тұғыры деген сөз, біз сырт жағын айтамыз, иә? Бұл сіздің өміріңіздегі жағдайды бір нәрсені өзгерту ниетіңізді білдіреді. Яғни сізге бір жаңалық, жаңа бір өзгерісті іштей қалап жүргеніңізді көрсетіп отыр. Қоңырау көрсеткіштеріне, яғни стрелкаларына толығырақ тоқталатын болсақ, бұл жерде сағатта көрсетілген уақыт маңызды емес. Неважно, сағат 3-ті көрсетіп тұр ма, басқа уақытты көрсетіп тұр ма. Бұл жерде сағат көрсеткіштері, яғни стрелкалары жоғары бағытталған болса, онда бұл сіздің өмірлік энергияңызбен бәрі жақсы деген сөз. Стрелкаларыңыз жоғары көрсетіліп тұрса. Ал егер төмен көрсетіліп тұрған жағдайда, онда өздеріңіз түсініп тұрсыздар, энергияңыздың төмен екенін көрсетіп, айқындап көрсеткіші көрінеді. Егер сағат стрелкалары сіздерде, жаңа айтып кеттім ғой, төменге қарай бағытталған болған жағдайда, бұл жерде уже сіздер қиыр, яғни қиын күшіңіздің мүлдем жоқ екені, истощение дейді ғой, сондай сезімде болып жүргеніңізді білдіреді. Бізде әріптестер арамызда болды ма? Жоғары болса плюс қойыңыздар, кішкене көріп кетейік энергиясы жоғары әріптестерімізді. Чатқа плюс белгісін қойсаңыздар, кімде жоғары? Сұрақ қойсам болады ма? Иә, қоя беріңіз. Менде мүлде стрелка қоймасын, тек шеңберлеп 12, 3, 6, 9 деп салыппын да. Жақсы, оған да тоқталамыз қазір. Кішкене күте тұрыңыз, сабыр сақтап. Жақсы, бізде керемет энергиясы жоғары әріптестеріміз бар екен. Ал осы энергияңызды жыл бойы пайдаланып, қашықтан оқытуда ешқандай стресстік, күйзелістік жағдайға тап болмайтыныңызға сенімдіміз, сіздерге сәттілік тілеймін. Ал енді төмен көрсеткіш бар болса, минус белгісін қойып кетсеңіздер чатқа. Кімде стрелкалары төмен қарап тұрды циферблатта? Менде біреу жоғары, біреу төмен. Иә, бізде оған да түсініктеме бар, оны қосымша сіздерге жолдайтын боламыз. Жалпы негізі сіздер қазір практика ретінде қысқаша ғана айтып өтіп жатырмыз. Әр тілде өзінің мән жайы туралы ақпараттар бар. Жақсы, әріптестер, бұл сіздерге практикалық бөлімде тек қана үзінді ретінде көрсетілген болатын, бірақ бұның толық нұсқасын жаңағы айтып кетті, жібереміз. Әр стрелканың, әр санның нені білдіретіні туралы толықтай жазылған техниканы алатын боласыздар. Жадыр апай, біршама енді қысқаша бізде осы сағат, өмірлік, жалпы алғанда өмірлік энергия, бұл техникасы теста, яғни өмірлік энергия тесті бойынша қосымша айтып кететін бірнеше жайттар бар. Бұл жерде циферблатта сандарды айқын белгілеу, немесе әлсіз белгілеу деген сияқты. Бөлекте қоңырау түймесі айқын белгіленіп, одан корпусы деп айтамыз ғой, сыртқы бетіне күрт қоршап қойсаңыз, немесе жаңағы біздің астында подставкасы дейміз ғой, енді тұғырына ерекше назар аударып, оны айқын белгілеп, ол жерде узорлап, әдемілеп қойып, соны маңызды қылып қойсаңыздар, ол нені білдіреді? Жалпы стрелкалардың бағыттары жайында айтып өткендей, ақпараттар, ол да қысқаша жалпы өз мән жайлары бар екен. Бұл техника бойынша жалпы біз қазіргі уақыттағы өмірлік энергияның мөлшерін анықтауға мүмкіндік ала алады екенбіз. Және осыны біз балаларға сынап отырып, немесе бала мен ата-анаға сынап отырып, оны кейіннен де
талдауға ыңғайлы болып келеді. Яғни біздегі алынған нәтижелерді біз сол жерде талдап, бірге талқыласақ, сол жерде көптеген мәлімет алатын болады екенбіз. Жақсы, келесі слайдқа көше берсек, иә? Иә, жаңа талдауға дейді, жеке консультация кеңес беру кезінде де осы техниканы пайдалана отырып, баладан жаңа ішкі ойын, өмірлік энергиясын айқындап, сол туралы ашық сөйлесіп, ішкі ойын біліп алуларыңызға да болады. Жақсы, келесі слайдта бізде стресс найзағай болуы мүмкін, иә? Стресс найзағайы. Күйзеліс кезінде тағы бір техника, яғни психоэмоционалды күйді тез өзгертуге қалай көмектесуге болады деген техниканы ұсынғымыз келіп отыр. Бұл жерде біз стресс найзағай деп айтылатын жаттығу. Бұл техниканы біз Skillfolio сайты, бізде оқу бағдарламасы болған, сол жерде ұсынған болатын. Біз ол курстан оқыдық, өттік. Сол осы бір тамаша техниканың бірі. Бұл жерде стресс найзағайы тәжірибесі стресске төзімділік дағдыларын дамытуға арналған. Яғни стресс жағдайларды еңгеруді үйрену, алдымен сіз стресстік жағдайларды не тудыратынын түсінуіңіз қажет. Яғни бұл жерде кейде біз өзімізді найзағайдың ашуындай болатын дағдарыстық күйде, бір жабырқаңқы күйде, болмаса бір үрейлі күйде сезінуіміз мүмкін. Сол кезде сол өзіңізге жүргізсеңіз де болады. Қазір осы кезде парақшаларыңыз болса, алып, осы 4 найзағайдың бейнесі салынған суреттегідей өзіңізді тығырыққа тірейтін 4 себепті жазсаңыз. Бұл техника жеке консультация немесе сыныппен тренинг жүргізген кезде, онлайн тренинг жүргізген кезде де тиімді болады. Баланы не мазалап отыр, не ашуландырып отыр, қандай үрей бойында бар екенін анықтап, сонымен акцент жасап, соған байланысты жеке консультация жүргізсеңіз де сіздің жұмысыңызда жаңағыдай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Жақсы. Яғни бұл жерде біз стресстің негізгі именно қай стресс түрі бізді осындай күйге жеткізіп отыр, соны анықтауға мүмкіндік береді. Адамның өзіне, біз айтамыз ғой, өзіндік талдау жасауына мүмкіндік береді. Одан бөлікте жаңа айтып өткендей, жеке кеңес беруде өте таптырмас мықты құралдардың бірі болып табылады. Мына жерде қараңыздар, мысал ретінде, мысалға пандемия үй тапсырмасы қолдаудың жоқтығы, шарасыздығын деп белгілеуі мүмкін балдар, Сол кезде мысалға тығырыққа тірейтін пандемия, неліктен пандемия деген кезде уже ары қарай сізде контакт кетеді. Яғни пандемия мені жаңағыдай қарым-қатынасқа түсуге әкелмей отыр, мен достарыммен қарым-қатынасқа түсе алмай отырмын, живой контакт жоқ деп, мінекей осындай сияқты ой пікірлерін балдар жеке консультацияда айтып, сіздермен бөлісетін болады. Жақсы, рахмет. Жадыра, жақсы. Енді мына жерде сағат әдістемесінде энергия деңгейін анықтап алғаннан кейін эмоционалдық күйін тез өзгертуге қалай көмектесе аламыз дейді. Яғни эмоционалды күйін өзгертуге көмектесетін біздің тағы бірнеше құралдарымыз бар. Онымен де таныстырып өтетін боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз, 10-шы мектеп лицей дейді. Жақсы. Жалпы біздің тәсіл техникаларымыз көпшілігі енді осы жерде қазір ұсынып отқан біздің сағат, өмірлік энергия тесті, одан кейін стресс найзағайы, бұл жаттығулар бізде Skillfolio бағдарламасы бойынша біз қашықтықтан оқыту кезеңінде оқыдық. Енді содан алған білімдерімізді сіздермен бөлісіп отырмыз. Интернеттен бірден табасыздар деп айта алмаймыз, өйткені бұл бағдарламалар жаңа шыққан бағдарламалар, енді қалыптасып келе жатыр. Қосымша ақпараттарды біз барынша бөлісуге, беруге тырысамыз, сондықтан сәл сабыр сақтаңыздар. Жақсы, келесі бөлімге көшеміз. Келесі бөлімде бізде жалпы қалай тиімді қарым-қатынас орнатамыз осы бағытта, эмоциямен жұмыс бағытында. Жаңа айтып өткендей, эмоциямен жұмыс бағытында біз қандай құралдар қолдана аламыз, қандай техникалар бар бізде деген. Алдарыңызда көріп тұрғандай, жалпы эмоциялар күнделігі деген жаттығу бар. Ол жалпы күнделік ретінде біз жиі қолданып отырсақ та болады, немесе біз оны балаларға ұсынып, соны қолданысқа беріп отырсақ та болады. Эмоция күнделігі ол қарапайым диагностикалық құрал ретінде қолдансақ та болады. Бұл жерде оның негізгі міндеттері не болып табылады? Ол сіздің эмоционалды күйіңіздің нақты бейнесін анықтау. Эмоцияның нақты бейнесін анықтау.
эмоционалдық күйдің өзіңіздің жетекші басым эмоционалды фоныңызды түсінуге мүмкіндік береді. Қайсысы менде басымырақ болып тұр екен. Эмоциялар, қажеттіліктер мен олардың ниеттерінің арасында байланыс пен айырмашылықтарды нақты көру. Яғни бұл жерде біз осы құрал арқылы біз оны қалай қолданамыз деген сұрақ туындайды. Бұл қалай жұмыс істейді. Мына сол жақ бетінде өздеріңіз көріп тұрсыздар экрандарыңыздың. Суреттелген эмоцияларды, жалпы мына көрсетілген эмоциялар тұр, соның астында күн, күн реті тұр, және осы астыңғы бөлігіне сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі түсті қарындаштармен боясаңыздар болады. Не жерде болмаса өзіңіз қандай эмоция тағы қосқыңыз келеді, соны қосып өтсеңіздер де болады, смайлик қолдансаңыздар болады. Қуану, жабырқау, ашулану, таңғалу, қорқыныш, алаңсыздық, дүйсенбі күн делік. Мысалы, сізде басымырақ қайсысы болды? Суреттелген эмоцияларды қалауыңыз бойынша түрлі түсті қарындаштармен бояңыз. Төменгі жағында. Күн сайын сіз сезінетін эмоцияларды тиісті түспен белгілеңіз енді. Күн сайын сіз сезінетін. То есть каждый день деп айтамыз ғой. Оны нақты бір түске ғана айқындап қойсаңыздар. Сосын аптаның соңында сіз осы эмоциялардың суретін көре аласыздар. Яғни қайсы эмоция сізде басымырақ болды, қай фонда сізде көбірек жүрдіңіздер, соны анықтай аласыздар. Және осы анықталғаннан кейін онымен сіз талқылау жұмысы, талдау жұмыстары арқылы, қарапайым бізде кеңес берудің тиімді сұрақтары, коуч сұрақтары өздеріңіз оқығандай, соларды қолдансаңыздар болады, сол арқылы біле алсақ та болады. Яғни оларға әсер ету мүмкіндіктер туындайды. Яғни біз қай эмоцияны көбірек біле аламыз, мысалы, қай эмоция екенін біле алсақ, сол эмоция бағытында бізге жұмыс жасау жеңілірек деген сөз болып табылады. Жақсы, сосын ары қарай енді біз сіздерге тағы ұсынғымыз келіп отқан өте жақсы алгоритм, бұл PEON алгоритмі деп айтсақ болады. PEON ол жалпы инициалдар, тақырыпта әр қадамның басты атауларының қысқаша әріптері. Яғни пауза, эмоция, отношение, направление. Үзіліс, эмоция, қарым-қатынас, нұсқаулар. Үзіліс бірінші қадам. Міндетті түрде, мына көріп тұрсыздар баспалдақ секілді наставление. Үзіліс, пауза. Кейде біз балаларымызбен өзімізді ұстай алмай кететін кездеріміз болады. Біз өзіміздің эмоциямызды тоқтата алмай. Сондықтан біз тоқтауға өзімізді әзірлеуіміз керек. Яғни өзімізге стоп қоя алуымыз керек. Өзімізді тынышталдырып алуымыз керек. Бізде ары қарай кикілжің, конфликт туындап кетпес үшін. Бұндай кездерде біз қалай істейміз, біз қалай тоқтаймыз деген сияқты. Ең бірінші өзіңізді тыныштандырып алыңыз. Ол үшін өзіңізді тынышталдырып алыңыз, және де балаға да тыныштық беруге тырысыңыз. Балаңыздың әлі ересек емес екенін есіңізге сақтап отырыңыз. Бала әлі бала ол. Яғни сіз ересек адамсыз. Одан бөлектенді үміттерді жалпы алғанда бала екенін ескеріп, ода жақсы болатынына деген үмітіңіз ешқашан төмендемеу керек. Ол жақсы болады деп ұмтылуыңыз керек. Өзіңізді қалыпты күйге келтіруіңіз керек. Қалыпты күйге келтіру үшін сіздер бөлме аралайсыздар. Бұл сіздерге ұсынып отқан техникалар жалпы ата-аналарға ұсынылатын техникалар болып табылады, және өздеріңізде қолдансаңыздар болады. Жалпы бұл жерде өзіңізді тыныштандыру үшін, өзіңізді қалыпты күйге түсіру үшін бөлме аралауыңызға болады. Сыртқа шыға аласыздар. То есть тыс жерге таза ауаға шықсаңыздар болады. Әртүрлі жаттығулар жасауыңыз, немесе сіз қандай да бір іс-әрекетке көшуіңіз керек болады. Сөйтіп сіз физикалық қысымнан деп айтамыз ғой, физический напряжение, содан арылуыңыз керек болады. Жалпы сізге және сіздің балаңызға тынышталуға көмектесетін барлық нәрсені қолдануға болады. Бұл жерде сурет салу балаға ұсынсақ болады. Яғни кез келген сурет салу, немесе
бізде нүктелерді толықтыру, қағаз бетіне нүкте тоқтай толтыру деген сияқты. Кешіріңіздер, сіздер артық әрекет жасамай қойсаңыздар, өйткені біздің презентацияның келбеті бұзылып жатыр. Келесі этап бізде эмоциялар. Эмоцияны қалай басқарамыз, эмоцияны қалай тоқтатамыз. Жалпы екінші қадам бұл сізде және сіздің балаңызда пайда болатын эмоцияларды қабылдау және сонымен жить с этим деп айтамыз ғой, сонымен өмір сүру. Яғни баланың эмоцияларын қабылдау. Өзіңіздің эмоцияларыңызды қабылдау, балаңыздың эмоцияларын қабылдау. Бар ондай эмоция. Соны түсіне алу, бар екенін білу, қабылдау. Өз эмоцияларыңызға одан кейін тағы мен хабарламада айту, мен хабарлама деген бар, я предложение. Бұл өте тиімді жақсы тәсілдердің бірі. Бұл жерде сіз 4 қадамнан тұратын хабарламаны жеткізу керек боласыздар. Яғни сіз ең бірінші не әсер етіп отыр? Сіз қандай эмоцияда тұрсыз, сол туралы айтуыңыз керек. Мен ренжулімін, мен ашулымын. То есть балаға эмоцияңызды атауыңыз керек. Яғни ол түсіну керек, сізде қандай эмоция тұрған. Менде қорқыныш сезімі тұр. Мен таңғалып тұрмын. Мысалы, нақты эмоциямызды көрсете алуымыз керек, айта алуымыз керек, атай алуымыз керек. Және одан кейін сіз мен хабарламада тағы да келесі этап. Сіз не үшін осы сезімді сезініп отырсыз, соны атауыңыз керек. Ол сезім, мысалы, ол эмоция тудырып тұрған әрекет балаңыздың жасаған әрекеті болуы мүмкін. Мен ашулымын, өйткені сен әлі компьютердің алдында отырсың. Бағана кеткеннен, мысалы. Және ары қарай не қалайсыз? Майдағы негіз көріп майда деймін да, не қалайсыз және қандай әрекет ұсынасыз балаға? Сол туралы айтып кетуіңіз керек. Яғни мен хабарлама бұл жерде жақсы әсер етеді. Одан кейін тағы да бір ұғым балаға эмпатия. Эмпатия бәріміз білеміз. Бұл жерде сезімін сопереживать ету деп айтамыз ғой. Сезімін бірге бастан өткеру. Яғни балаға жанашыр болу. Бала қиын және жаман болғандықтан айқайлайтын түсінген кезде сіз оның агрессиясының жанашырлық, назар аудару қажеттілігіне туындағанын түсінесіз. Яғни бұл жерде одан кейін сіз эмпатияны былай білдірсеңіздер болады. Мен түсінемін, бұл саған ұнамайды бұл әрекет, мысалы. Немесе саған осы кезде қиын болды және сен соған ренжіп отырсың. Және тағы басқа түрлі сөздермен қолданса болады. Сопереживать етіп, оған қажетті сөздерді жеткізіп отыру. Тағы да бір эмоция қадамында жасалатын әрекеттердің бірі бұл балаңызға эмоцияны көрсету. Көрсетуге көмек көрсетіңіз. Яғни бала жыласын. Оған тағы қосымша сіз бірге отырып жыласаңыз болады ана ретінде, мысалы. Тоже эмоцияңызды бөлісіп, оған ешқандай мүмкіндік, жағдай жасау, эмоциясын сыртқа шығуына. Бұл сіздің жағы дұрыс емес екеніңізді бұлай көрсетпейді сіздің әрекетіңіз. Яғни ата-ана ретінде сіз осы спорттың кезінде сіздің дұрыс емес екеніңізді немесе дұрыс екенін көрсетпейді. Жалпы сіз баланың қолдаушысы болып табыласыз деген ұсынымдар айтуыңыз қажет ата-аналарға. Одан бөлекте, мысалы, кешірім сұрауда алғашқы қадамды жасау мүмкіндіктері, немесе бала кешірім сұраса жасаған әрекетіне, ол кешірімдік мен қабыл алдым, рахмет өстіп, менен кешірім сұрап осындай сезімдерді бөлісіп отқаныңа деген ұғымдар айтып өту. Келесі қадам бізде қарым-қатынас, жалпы қарым-қатынас ол қадамда негізгі міндет адамда жалпы қарым-қатынас орнатуда қашу емес, ол жерде қиындықтар кезінде ол жақындау, наоборот. Қарым-қатынасты орнату керек қиындықтар кезінде. Оны қалай орнатамыз? Ең бірінші әрекеттердің бірі бұл қасында болу, құшақтау, қарапайым құшақтау. Баламен кез келген физикалық байланыс
жалпы алғанда жанжалға қарамастан сіздің байланысыңыз жоғалмайтынын көрсетеді. Балаға қамқорлық жасау, су әкеп беру, немесе жаңағындай шай жасап беру, кейде кешіріп сұрау деген ұғымдар. Одан бөлекте кішкентай бала болса, оны қолынан ұстап, қолына әсер ету деген ұғым, сүю, жақындау деген ұғымдар. Келесі қадам бізде 4-ші қадам нұсқаулар. Міне осы қадамдардан кейін барып сіз өзіңізден айтамыз ғой, бірден наставленияларыңызды айта бересіздер, условияларыңызды айта бересіздер. Осы кезде одан бөлекте бірден жаңағындай моральға көшпей баланы тыңдап алуға мүмкіндік жасауымыз керек болады. Жалпы осы кезде біз талдауға не болды, жалпы не нәрсе туындады, қалай шешті оны, қалай шешуге болады екен деп саналы этап именно осы нұсқаулар бөлімінде болып табылады. Наставление ол мораль оқу емес, ол бірыңғай балаға лекция оқу емес. Наставление ол баланың жағдайларын, осы жағдаятты талдап, онымен бірге шешімдер тауып, ұсынып, ол шешімдерді бала ұсынса, тем более жақсырақ болады. Осы шешімдерді балаға дұрыс емес екенін бағдарлау және онымен бірге бір келісімге келіп, осы шешімдерге келу, нақты нәтижеге шығу. Яғни эмоцияға арналған мәселе осы. Уақытымыз, өкінішке орай аяқталып жатыр. Кешірім сұраймын, біз біршама созылып жатырмыз. Біз тағы да сіздерге ұсынатын біршама техникаларымыз бар. Осы техникалар арқылы сіздер әлде танысып өтсеңіздер болады. Бұл жерде мен қысқаша 1 минуттық роликті қосып жіберейін. Жалпы бұл жаттығулар эмоциямен, басқа да күйлермен жұмыс жасауға бізге тиімді салалардың бірі. Бұл миға арналған жаттығулар, кинезиология жаттығулар деп айтсақ та болады. Оны сіздер уже біршама барлықтарыңыз естіп жүрсіздер. Біздің әр семинарымызда сіздер келіп қатысып жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Сондықтан бұған қатысты материалдар, тағы қосымша материалдар біз бірге бөлісетін боламыз. Так, құрметті әріптестер, қазір бірден барлығымыз шықпаймыз. Сондықтан Жадыра, мүмкін болса чатқа салып жіберейін, ссылкасын. Ссылка Google формдағы сілтемені салып жіберсе, сол сілтемеде сіздер өздеріңіз толықтырып жіберсеңіздер, көптеген материал алып жатсыздар, сол материалдарды болашақта қолдану, немесе сізге пайдасы бар ма жоқ па, және сіздер міндетті түрде қай мектептен келгеніңіз, аты жөніңіз, мамандықтарыңызды көрсетіп өтсеңіздер, өйткені бұл мәліметтер бізге қажет болады деген, және сіздердің берген пікірлеріңіз бізге құнды болады деген ойдамыз. Рахмет назарларыңызға. Мен 1 минуттық презентацияны қосайын. Жаңа жаттығуға қатысты баламмен әзірлеген материалым. Here we go. Рахмет, құрметті әріптестер.
Назарларыңызға рахмет. Біршама уақыт бөлдіңіздер, көптеген мәлімет алдыңыздар деген ойдамыз. Сондықтан сұрақтарыңыз туындап жатса, ол сұрақтарыңызды жолдап, жаңағы біздің ұсынған Google форумға жолдап жіберсеңіздер болады. Жақсы, Google формуға түсеміз. Жадыр апай, рахмет сіздерге көп. Сіздердің презентацияларыңызды біз аудандық қалалық білім бөлімдеріне жібереміз. Әріптестер мектепке білім бөлімдері арқылы баратын болады. Қазір бізде екінші вебинар бар еді сынып жетекшілеріне. Уақыт тығыз. Рахмет сіздерге қатысушыларға да, НЗМ Курат психологтеріне. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен аяқтайық, уақыт болып қалды. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сәттілік бәріңізге. Барлығы үшін рахмет.